Бүгін Ұлытау газетін оқиын деп қолыма алып едім. Іші әкімдіктің жұмысы мен президенттің жолдауы туралы жарнамаға толы. Сонда әкімдік газетке мақала шығару үшін қанша теңге жұмсайды? Оны қазір айтып берем. Ұлытауда тұратын досыңа жібер, видеоны таратып, арнаға тіркеле сал. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Президенттің жолдауының орындалуы туралы жазылатын мақалаларға 8 миллион теңге жұмсалады. 11 қазанда Ұлытау ауданының ішкі саясат бөлімі осындай тендер жариялады. Тендердің мақсаты қандай деген сұрақ туындайтын шығар. Қараңыз, Ұлытау өңірінің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен мәдени өмір туралы ақпарат тарату деп көрсетілген. Дегенмен іс жүзінде негізгі жергілікті мемлекеттік органдар мен биліктің, әсіресе президенттің имиджін көтеруге бағытталған. Жеткізуші президенттің жыл сайынғы жолдауын, мемлекеттік бағдарламалар мен реформалар туралы ақпаратты жариялауға міндетті. Техникалық талаптарда өте нақты белгіленген. Газет апта сайын 8 беттен кем емес А3 форматында офсеттік баспада шығуы, таралымы кемінде 1000 болуы тиіс, және бүкіл ауданға таралуы да қажет. Бұл тендерде Ұлытау газетінің редакциясы жеңімпаз атанды. Ұлытау газетінің барлық материалы ресми сайтқа қатар шығады. Сайтта аймақтың жаңалықтары, мәдени өмірі мен тарихы жайлы бірнеше бөлім бар. Бірақ ең қызығы ауқымды бөлім, ресми бөлім. Мұнда президент, үкімет, парламент, облыс әкімдігі мен аймақ басшылығының қызмет туралы ақпарат қамтылған. Газетті PDF форматында оқуға арналған бөлімі дұрыс жұмыс істемейді. Қызығы, Ұлытау газеті жыл сайын осы тендер жеңіп алады, ал келісім сомалары бұрынғы жылдардан әлде қайда көп. Деректерге сәйкес, Ұлытау аудандық ішкі саясат бөлімі Ұлытау газетімен 2016 жылдан бері конкурссыз тікелей келісімдер жасап келеді. Ең ірі шарт 2021 жылы 36 миллион теңгеге жасалған. Одан кейін 2020 жылы 33 миллион теңге, 2019 жылы 27 миллион теңге жұмсалған. 2022-23 жылдар келісімдер жасалмаған айта кеткен жөн. Ол кезде ішкі саясат бөлімі ондай тендер өткізбеген. Ақпаратты толық білу үшін қазір сілтеме қалдырам, сонымен танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.